Достар, бүгінгі видеоның превьюсіне болды, достар. Және достар, сендер көп рахмет. Арна тіркеліп атсыңдар, лайктарын басатсыңдар, достар. Просто осы каналымда актив мош болып отыр, достар. Я, достар, алла қаласа да стрим арқылы турнирда болып отыр. Сондықтан да мен стримдерімді өткізбеңіздер, өткізсеңіздер қызықтан құр қаласыздар. Сондықтан да арна тіркеліп жүріңіздер, лайктарын басыңыздар. Ендеше өте керемет видеомызды бастаймыз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Олжи. Достар, сендер көп рахмет. Алдыңғы видеолар просто актив жестко көтеріп отырсыңдар, достар. Және де сендер 28 подписчикті маған 1-2 күннің ішінде жинап беріңдер. Сондықтан да достар, мен видео түсіруге шабытым жаман көп, яғни видео қатты түсіргім келіп жүр, достар. Сендер көп рахмет, достар. Давайте осы видеоға да бір 10 лайк жинап тастайық, сендердің қолдарынан келеді, достар. Алла-аласа 500 подписчикке жетеміз, достар. Давайте сондықтан да тез лайктан басып кетіңдер, достар. Және де осы видеода біздің өзің превьюлардан көргендеріңдей біз бүгін SLKZ против бір қызды екеуі разнара шатын болады, достар. Достар, неге сіздер короче негізі асыл екі қызға қарсы шығатын болғандықтан екі қызға қарсы шығу керек еді, достар, негізі. Ал бір қыздың сеті қуып, в общем, кірмей қалды, достар. Давайте аноматрика лайктарын басыңдар, комментарий жазып кетіңдер, кім ұтатынын. SLKZ немесе Соска деген қыз бар, сол ұтама. Кім ұтады, соны тез комментарийге жазып кетіңдер, достар. Және де давайте осы видеоға 10 лайк басып кетіңдер. Неге десеңдер, өйткені сендер лайк басқан сайын, арнама тіркелген сайын, достар, сендер маған мотивация бересіңдер, яғни менің видео түсіруге шабытым көп болады, яғни видео түсіруге шабытым көп болады да, және де мен әр видео түсіргім келіп, сіздерге өте керемет видеоларды түсіретін боламын. Давайте арнама тіркеліңдер, лайктарын басыңдар, видеомызды бастаймыз. Так, КЗЛ-дағы SLKZ, короче, асыл менде пинчеріп отыр. Менде пинчеріп отыр. Так, Соска біреу сақпаған ғой, асыл. Асыл. Асыл, ана сендердің сапенектерінде біреу-ақ адам ғой, прикинь. Оларды екеу енді. Так, мына жерде Соска. Енді ол әрине кетіп бара жатыр, білем. Асыл, айтамай мен видео түсіріп тұрмын, алдында атыс жатыр ғой. Сәл арандық болып кетеді просто. Айтпай еш. Так, Соска мен SLKZ қайсы тұстар, давай комментарий жазып кетіңдер. Атақты ютубер SLKZ па, әлде гильдиядағы, білем кім екен, осы қыз ба, Соска деген қыз ба. Давайте комментарий жазып кетіңдер. Енді бірінші оп, SLKZ өзінің ат жашқысын жабыстырып жіберуге сәлік қалып еді. Так, енді Стенка тегін ба, білем. Тегін байлы Стенка. Асыл енді өзі рашид етпекші, енді өзі. Ал Соска болса, енді оның алдында просто оны жай күтіп алам деп тұр. Так, SLKZ ол өзі уже рашқа кетіп қапты. Хорош. Молодец. Абайлы. Давай. Хорош. Енді достар, көріп тұрғандарыңыздай SLKZ ұтып кетті бірінші раунд. SLKZ-тің қойында. Енді достар, давайте кім ұтады? Арна тіркеліп лайктарына басыңдар. Асыл Сосканың тиммейті ғана, тағы да бір тиммейті бар еді ол. Асыл. Или ұтыласал. Так. SLKZ-пенен әрине түсті көріп тұрғандарыңыздай. Соска дейтін мұна SL'ді көріп қойды. Ал
Esl кезет ол да сосканы көріп тұр. Так. Енді олар бір-бірін көрді. Қазір енді атысады деген ойдым. Так. Адмирал. Ол мың жерде жүр. Так, енді соскада 6 жылдық дробаш Эслдан М40 пен Томпсон. Шегуара Томпсон. Екеуін қайсы тұтатын? Давайте комментарий ескетіңдер. Так, жат сөйлдерді. Так. Енді Эсл кезет өзінің бірінші оқтарын жаудырып жүр. Қазір енді соскада 139 қылып прикинь. Енді мына Гренамен енді бұл жоғай бұл. Не екемес екен. Енді қазір Эсл көретін боламыз. Енді достар, қайсы тұтатын тез комментарий ескетіңдер. Қазір Эслда есеп бір. Эслда бір. Так. Негізде сосканы бір тимайте көру керек болған просто. Соска өтіп кетті. Прикинь, соска өтіп кетті. Эслдің сосканың бір тимайте көру керек болған. Бірақ та кірмей қалды. Әрине мыналар енді өздерінің тактикасымен өздеріне заттар әперіп тұрғандықтан енді болады енді достар, қанша деген болады енді. Ал соскан достар негізі бір тимайте көру керек еді. Бірақ та кірген жоқ. Енді білмеймін көретін. Білмеймін. Так, мияқтан әрине Эсл өзінің стенасын қойып алдым деп ойлады, бірақ та соска ойсын. Адмирал тақты жүр. Енді кім? В общем, соска. Соска арттан барлық жерін қоршап тастады, в общем. Так, Эсл кезет артынан бармақшы болыпты, әрине артынан келе жатыр екен, бірақ М40-ын бекер тастаған еді. М40 натуре бекер тастады. Қалай болсыңдар достар, Эсл кезет немесе соска. Қасына валды татсын елес. Эсл ама. Давай. Көреміз. Кім ұтатын? Еба. Случайно шығасың. Хорош. Красавчик. Достар енді сосканың бетіне просто тұз шашады. Енді так, екеуі зор тактикамен жұмыс істеп отыр. Адмирал мен Эсл үшін зор тактикамен жұмыс істеп отыр. Негізі бұл әділетсіздік. Но болады енді. Так, соска өзінің алдылдық дробашымен өзінің уверен болып Эсл кезетке қарай бара жатыр деп қойын. Так. Асыл? Қанша раунд қылдың? Білмейсің ба? Давай. До конца күтіп отыра беріңіз. Сенен бойланды. Эсл кезет ананың артында екенін білмесе, случайно атып қалса болды кетеді. Алтылдық дробаш дейтін, бірақ Эслдің бронеге 3 шлемі 2. Соқтығында қысын аздап жүді алтылдық дробаш. Негізі алтылдық дробаш бекер алған деп ойлым. Оған көріп Томпсон жақсы еді. Айтатын Асыл, ол сен артында жүр, міне мына жерде бутикта. Алдында тұр ғой. Артында. Енді достар көріп тұрмын. 2-2 достар, бұл кезде соска ұтып кетті. Білем көмір неше ұтып кетті. Плюс міне бақымай сөйлеймін. Болмады достар, бұл раунд Эсл кезет білмедім. Мен айтқаның өзінде де білмей қалды. Так что нормально достар.
Нормально ремонт болып жатыр. Так, ескізет өзінің скиллін көрсетіп жатыр достар. Қанша дегенмен скиллі мықты адам, сондықтан да осы раунд өзінің скиллін көрсетіп жатыр. Так, енді достар, қазір сосын қайта жүргенін көрейік. Весена ойласыш. Оның қолында X-M8 бен 6-ылдық дробаш. Ол артында екен, білмейді просто. Білді енді. Сәл қараңыз, тактикамен ойнайтыңыз екен. Астында екен бұл қой. Ескізет осын түсін екен бұл қой. Так, енді соскола дейтін. Так, стеналарын өзінің стеналарын қойып түсті. Айтпа, Айлас, айтпа. Так. Мені пинчевет соқтығында қазір достар жарты бөлімін көрсеткен болсын. Кешесіз. Асыл өзінің бірінші атакасын жасады. Бірақ та Асыл өзінің скиллін әрине оның ешқандай да оқытылған жоқ. Мені пинка деп отыр. Әрине Эйсл кезетін қыпсы 100 ғана қыпсы қалды. Егер дроваш береді дейтін болса кетті. Айттым, дроваш береді дейтін болса кеттім деп. Енді достар көріп отырсыңдар, Соска өзінің өте керемет ойын алып жатыр енді. Өте керемет. Үшінші алды ойнайды ма? Негіз балдар мынау істеп жатқан болмайды. 88 скрал салу керек еді. Қазір 3-2 достар, шут 3-2. Сен сразу ұтыласа шелес ағарты бір бәле істейін болды. Дұрыс. Енді нақты Соска мұнан астымен келе жатқандықтан Эйсл оны біледі. Білімше біледі. Тәген өзіқті екен білсе жорстқа қарған шайқас кететін болады. Әрине ол қатты көмектер. Соска мұның жеріне кетті. Соска 3 кіл саптысан, Эйсл 2 кіл саптыстан. Енді достар, Соска драбажбен ойнаткен 6-ылдық, сондықтан да оған көп орын береді, жеті көп орын. Енді драбажбен мықты ойнаткен. Двойной драбашқа ғана барым, ал бұлайша 6-ылдық драбашпен ойнамайын достар. Өшім ешкім 6-ылдық драбашпен ойнай алмайды десем де болады. Так, мына Эйсл кезет өзінің Томпсон алып, оны көрді. Так, ол мына зонаның шетіне өтіп алып, сөйдін деп отыр. Так. Так, Эйсл кезет артында. Хорош. Эйсл кезет өтіп так. Енді тұз. Тұзды конкретно бетіне шашып отыр ғой, шашылсын. Так, адмирал. Өзінің тактикаларын жарамыз. Соска дейтін өзі Эйсл кезетқа қарсы шығып жатыр енді достар. Эйсл кезетқа қарсы шығып жатыр. Асыл. Суға құфты атым деп ойлайсың ба, Асыл? Так, Сосканы қақтап жүрген көрейік. Ұтыласа шелесі сразу саңғар кетіп қалады, мен просто меткім бар ғой, екеуін ғана көру керек маған. Так. Асыл кезетті қойып тұғат, не? Эйсл кезет емес бе? Атпаш дейді. Атыл қалды. Так, Соска дейтін өзінің скиллмен. Так, Эйсл кезетті көрді, Эйсл кезеті оны көрді. Так, өте жойқынса шайқас болады оған. Так, Эйсл кезеті оның қыпсын жетіп тастады, оның қазір 140 қыпсы алды, ал Эйслдің есе 200 қыпсы толып тұр. Ал қазір Эйсл кезет рашқа баратын болса, точно ататын болады. И қазір Соска өзі атака етпекші қыпсын толтырып алып достар енді. И бұл кезде достар Эйсл кезет ұтты.
өте керемет жойқын шайқаста ескізетті өзінің скиллін просто көрсетті достар. Сіздермен бірге болған мен Олжа KZ және Эйсл KZ. Кім танымайды, канал сізге тұратын болады. Давайте достар, ана материал лайктан басын аман жескенше сау болыңыздар.